Қас жауын құлағанда қуанба, бірақ қолтығынан демеме. Ажырасқан екі адам бас қосса, төсекте 4 адам болып ұйықтайды. Егер ақымаққа ақыл үйретіп отырған Данагөйді көрсең, екі ақымақ көрдің деп есептеуіңе болады. Бір қарыз екі адамды ұйықтатпайды. Біреудің қайғысында бәрі ақылды. Егер мәселені ақшамен шешсеңіз, ол мәселе емес, ол шығын. Алыстан барлық адам жаман емес. Құдай жүрегін жаралағысы келетін пендесіне көп ақыл береді. Егер қызғаншақтың көңілі түссе, оған бақытсыздық келді деген сөз емес. Біреудің бақытты бола бастағанының белгісі. Туғанына сыймаған дұшпанына жалынар. Абысынның арызы ағайын сәнін кетірер. Ағайынның арызы елдің сәнін кетірер. Ағайынның ішінде бір жақсысы бар болса, қаумалаған көп жаман сол жақсыны көре алмас. Жанашыр жақындарың барда, анда-санда ауырып қалсаң да, ештеңе етпейді. Өйткені олар сенің жазылғаныңды мейрам секілді салтанатты түрде күтіп алады. Жақындарыңызға келгенде бәрін кейінге қалдырмаңыз. Кейін олар болмауы мүмкін. Инабатты болса, әйел көрікті. Ақсақал жарасса, шал көрікті. Сүйікті болса, ағайын көрікті. Жақын адамдар аспандағы жұлдыздарға ұқсайды. Араларында қанша қашықтық болса да, бірін-бірі көре алады. Жетістікке жеткен адам болғым келмейді. Бір нәрсеге болса да тұрарлық адам болғым келеді. Адамдарға үйретудің жалғыз жолы оларға үлгі болу ғана. Ақылды адамдар проблемаларды шешуге тырысады. Ал тым ақылдылар болса, оларды болдырмауға тырысады. Кеш туған бала ерте жетім қалады. Байлыққа жету үшін ұмтылма. Сенің өмірің белгілі бір мән мағынаға ие болу үшін ұмтыл. Сенбегеннен сенген жақсы. Өйткені сенім арқылы барлығы мүмкіндікке болады. Барлығы бірін-бірі алдайды. Бұл қорқынышты емес. Өйткені ешкімді тыңдамайды. Егер балаларыңыз ақылды болған қаласаңыз, оларға ертегі оқып беріңіз. Егер олар одан да ақылдырақ болған қаласаңыз, одан да көбірек ертегі оқыңыз. Менің айтарлықтай талантым жоқ. Мен тек құштарлықпен қызығып қана қараймын. Уәде мен сөз көбейген кезде шындық жоғалады. Жыртық қап ауыр болмас. Жақсылыққа жауапты тез қайтар, ал жамандықтың жауабын кейінге қалдыр. Әрбір жаңа түскен келінде ененің бір сипаты бар. Үлкен көлеңке көрсете алатын кішкентай адамдар бар. Кемелдік туралы көп айтудың өзі ақымақтық.